сынып оқушылары. Көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздердің көңіл күйлеріңіз жақсы деген оймен үлкен кедесіз, кіші кедесіз. Сәлем бердік сіздерге, құрметпенен біз деп бүгінгі қазақ тілі сабағын бастаймыз. Ал балалар, сабағымыздың тақырыбын білу үшін мына алдарында тұрған зат атауларының бірінші әріптерімен сөз құраңдар. Жарайсыңдар балалар. Сабын, с әрпі, ыдыс, ы әрпі, нан, н әрпі, етік, е әрпі, сіріңке, с әрпі, ірімшік, әрпі, машина, м әрпі. Сонда балалар бізде қандай сөз шықты? Бәрекелді, сын есім. Сонымен балалар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз сын есім. Бүгінгі сабақта сіздердің меңгеретіндеріңіз сын есім туралы мәтіннің ішінен сын есімді таба білуді үйренесіздер. Балалар, енді сабағымызды бастамас бұрын мына бейне материалды тамашалайық. Піл ашық кеңістікте мекендейтін ең алып жануар. Дене тұрқының алыптығына қарап, қатыгез деп ойлауыңыз мүмкін. Алайда ол өте ақылды, мейірімді жануар санатында. Балалар, жаңағы көрген бейне материалдан піл туралы не білдіңдер? Піл қандай жануар екен? Өте дұрыс айтасыңдар. Алып жануар, ақылды жануар, мейірімді жануар. Осы жақсы қасиеттермен қоса, пілдер әртүрлі айлаларды ойлап табады екен. Видеодан пілдің айласын көруге болады. Алып жануар ағаштың бұтағын маңдайына қойып, шабуыл жасамақшы болған мүйіз тұмсықты алдауға тырысады. Мүйіз тұмсық жақындай бергенде, маңдайындағы бұтақты лақтырып жіберіп, қарсыласын айла тәсілмен жеңеді. Балалар, енді пілге кездескен мүйіз тұмсық қандай болатыны туралы білу үшін оқулықтағы 51-ші жаттығуға назар салайық. Мәтінді оқып, қарамен берілген сөздерге сұрақ қойыңдар. Мүйіз тұмсық ірі жануар. Оның мүйізі жіңішке талшықтардан құралған. Алайда мүйіз тұмсық күндіз сұлап жатады да айбарлы дыбыс шығарады, ал түнде жайылымға шығады. Енді осы мәтіннің ішінде қарамен берілген сөздерді оқиық. Ірі, жіңішке, айбарлы. Сұрақ қояйық. Мүйіз тұмсық қандай жануар? Ірі жануар. Мүйізі қандай талшықтардан құралған? Жіңішке талшықтардан құралған. Қандай дыбыс шығарады? Айбарлы дыбыс шығарады. Ендеше балалар, қандай деген сұраққа жауап беретін қазақ тілінде сөздер қай сөз табына жататын білу үшін келесі бейне материалға назар салайық. Мынау не? Бұл Томнан келген сыйлық. Оның ішінде не бар? Том саған тосын сый жасапты. Не екенін өзің тап. Мен саған көмектесейін. Ол кішкентай. Бұл күшік пе? Бұл енді сенің күшігің. Ол қандай екен? Менің күшігім кішкентай. Түсі ала, жүні жұмсақ және сондай ақылды. Көрдің бе? Бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни олар сын есімдер. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Ал енді балалар, дәптермен жұмыс жасайық.
дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күн мен айды жаза қойыңдар. Оқулықтағы 52-ші жаттығу. Берілген жұмбақты әдемі етіп, көркем етіп, көшіріп жазып, шешуін тауып, жұмбақ ішіндегі сын есімдердің астарын сызуларын керек. Жұмбақты оқысақ, іші жұмсақ, сырты қатты, еті қызыл, сүті тәтті. Бұл не, балалар? Жарайсыңдар, балалар. Жұмбақтың шешуі қарбыз. Ал енді жұмбақтың ішіндегі қандай деген сұраққа жауап беретін сөздерді тексеріп өтейік. Қандай жұмсақ, қандай қатты, қандай қызыл, қандай тәтті. Біз бағанадан бері бір қатар жаттығулар жасадық. Көздеріміз шаршаған шығар. Енді көзге арналған жаттығулар жасайық. Алдымен екі көздеріңді жұмып ашыңдар. 1, 2, 3. Өте жақсы. Ал енді оң көзімізді ашып жұмайық. Сол көзімізді ашып жұмайық. Енді кезекпен екі көзімізді ашып жұмайық. Өте жақсы. Енді, балалар, екі көздеріңмен оңға бір, солға бір қарайық. Ал енді жайлап көзімізді ашайық, жұмайық. Жарайсыңдар. Өте жақсы, балалар. Балалар, енді мына берілген келесі тапсырманы орындайық. Төменде берілген заттарға қатысты сын есімдерді жазыңдар. Ал енді жазғанымызды тексерейік. Кітап қандай? Кітап қалың. Гүл қандай? Гүл қызыл. Гүл қандай? Гүл әдемі. Қоян қандай? Қоян қорқақ. Қоян қандай? Қоян көк. Балалар, енді мына берілген сөздердің ішінен сын есімдерді теріп жазыңдар. Оқыды, кітап, дәмді, алма, тікті, сары, үлкен, оқушы. Ал балалар, енді берілген сөздердің ішіндегі сын есімдерді тексерейік. Қандай сұрағына жауап беретін сын есімдер? Дәмді, сары, үлкен. Ал енді, балалар, бүгінгі өткен тақырыбымызды қорытындылайық. Бүгін біз сын есім тақырыбымен таныстық. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер. Және сын есімнің сұрақтары қандай, қай. Енді, балалар, сабағымызды қорытындылап, сабақ бойынша түсінгендеріңді бағдаршам әдісі арқылы кері байланыс жасайық. Бүгінгі сабақтан түсіндім, немесе жартылай түсіндім, сабақты түсінбедім. Осымен, балалар, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.